Қайырлы күн оқушылар, бүгін біз сіздермен бірге үшінші тақырып берілген санның процентін табу, проценті бойынша санды табу тақырыбының С тобының есептерін шығаратын боламыз. С тобының есептері 46-шы есептен басталады. Мұнда 5-ші суретте міне мұнда кесіңделген АВС-ды тікбұрышының боялған бөлігінің ауданы. Міне АВС-ды тікбұрышының мынау үшбұрыш боялған бөлігі. Ол 10,5 см квадратқа тең. Енді АВС-ды тікбұрышының ауданы неше квадрат сантиметрге тең дейді. Мына суретке қарап тұрсақ, бізде мына үшбұрыш ортасын бөлсем, қарайық. Мынау бөлек бір төртбұрыш, оның тең жартысы, мынау бір бөлек төртбұрыш, оның тең жартысын алып тұр, боялған бөлігі. Демек, біздің мынау үшбұрышымыз мына тікбұрыштың тең жартысына тең деген сөз екен. Жалпы барлық ауданы, тікбұрыштың ауданы осыны 2-ге көбейткенге тең болады бізде. Сантиметр квадрат. Ол бізде 21,21-ге тең. Сантиметр квадратқа тең болады. Ауданы 21 сантиметр квадрат. Енді бұл есептің екіншісі бар екен. 6-шы сурет дейді міне. ИФКЛ тік төртбұрышы ауданының 75% боялған. Мына боялған жер 75%-ға тең екен. Енді ЕФКЛ тік төртбұрышының боялған бөлігінің ауданын табыңдар дейді. Бізде бұл есепте жалпы ауданын тауып алсақ болады. Ол қараңыздар, ұзындығымен ені берілген 6 см және 3 см дейді. 6-ны 3-ке көбейтеміз. Ол тең болады 18 см квадратқа. Енді бізге боялған ауданы 75% боялған болса, 18-ді көбейтеміз 75%-ға. 18 көбейту 75 бөлу 100. 18 көбейту 75 пен 100-ді қысқартайық, ол 3 бөлінген 4 болады. 18-ді 4-ке қысқартсақ, мұнда 2, мұнда 9. 9 3-ке көбейтеміз 27 бөлімінде 2. Ол тең болады 13,5-ке тең екен. Біздің есебіміздің жауабы барлығы ауданы 13,5 см квадрат екен. Келесі бізде номері 47-ші есеп. Мұнда Такар 215 бөлшек дайындап, күндік тапсырманың 172%-ын орындады. Такар тапсырмадан артық неше бөлшек дайындады дейді. Біз ең бірінші оның 100%-ын тауып алуымыз керек. Ол бізде алдыңғы есепте түсіндіргенімдей формула бар. 215-ті көбейтеміз 100-ге. Мына жерде берілген санды көбейтеміз 100-ге, бөлеміз мына процентке. 172-ге бөлеміз. Енді 215-ті 100-ге көбейтіп, 172-ге бөлетін болсақ, бізде 125 шығады. Бізде, демек, 100%-ық, яғни бір күндік тапсырма 125-ке тең екен. Енді осы 215-тен азайтамыз 125-ті. Сол келсе бізде 90 шығады. Демек, бізде Такар бір күнде 90 бөлшек артық дайындайды. Келесі бізде 48-ші есеп. 48-ші есеп. Мұнда айтады, болат темір мен көміртегінің қоспасы. Болаттың құрамындағы көміртегі 2%. Болат құйманың құрамындағы темір көміртегінен 4,8 тоннаға артық. Болат құйманың массасын табыңдар дейді. Біз көміртекті 2% деп алсақ, қалғаны ол темір болып тұр, Демек, бізде темір 100%-дан осы 2%-ді азайтамыз. Ол тең болады 98%-ға. Енді бізде есеп бойынша темір көміртектен 4,8 тоннаға артық дейді. Демек, біз енді осы темірден тағы да күкіртті азайтып алуымыз керек. 98%-дан күкіртті азайтып аламыз 2%-ды. Сол кезде 96%-ы біздің 4,8 тоннаға тең болады екен. Енді біз есептің 100%-ын табамыз. Ол үшін біз берілген жаңағы сан бар ғой, сол санды жазамыз. 4,8-ді көбейтеміз 100-ге және бөлеміз мына жердегі 96-ға. Сол кезде біз есептің 100%-ын тауып ала аламыз. 4,8 пен 100-ді көбейтсек 480 болады, бөлеміз 96-ға. 480-96-ға бөлсек 20 болады.
480-ді 96-ға бөлсек, бізде 5 шығады. Есептің жауабы бізде барлығы 5 тонна екен. 5 тонна. Келесі есеп бізде 49-шы есеп. Мұнда оқушы кітаптың бірінші күні 25%-ын, екінші күні қалғанның 60%-ын, үшінші күні кітаптың одан қалғанын оқиды. Оқушы екінші күні үшінші күнге қарағанда кітаптың 12 бетін артық оқыды. Кітапта барлығы неше бет болған дейді. Енді біз бірінші күні 25%-ын оқыдық, я? Екінші күні қалғанның 60%-ын оқыдық. Демек, бізде бірінші 25% 25 бөлінген 100, я? Бұл тең болады 4-тен 1-ге. Енді екінші күні біз бірінші күні 4-тен 1-ні оқиды. Екінші күні осы 25%-нан қалғаны 100%-дан біз 25-ті азайтамыз. Ол 75%. Осы 75% қалады ғой, сол қалғанының 60%-ын оқиды, 60%-ын. Демек, біз оны тауып алуымыз үшін 75%-ті көбейтеміз 60%-ге. Олар санға айналдырайық. 75 бөлінген 100 көбейту 60 бөлінген 100. Енді қысқартайық. 75 пен 100-ді қысқартып тастайық. 25-ке қысқарады, ол 3 бөлінген 4 болады. Көбейтеміз. Мына 60 пен 10-ды қысқартсақ, ол 6 мен 10 болады. 6 бөлінген 10. 40. Мұнда көбейтсек 18 болады. Бұл бізде 0,45-ке тең. Ол бізде 45%, 45% болады. Енді, демек бізде екінші күні, міне мынау екінші күні, міне мынау бірінші күні. Екінші күні 45%-ын оқиды. Енді, үшінші күні 45%-ын оқиды, одан кейін үшінші күні қалғанын оқиды дейді. Демек, біз үшінші күні тауып алуымыз үшін барлығынан 100%-дан осы бірінші күн 25% оқыды ма? 25-ті азайтамыз. Одан 45-ті азайтамыз. Бұны азайтқан кезде бізде 30% болады екен. Енді айтады, екінші күні үшінші күнге қарағанда кітаптың 12 бетін артық оқиды. Екінші күні бізде 45% оқи ма? Үшінші күні 30% оқи ма? Осы 15%-і бізде міне 12 бетке тең болып тұр ғой. 15%-іміз 12 бетке тең болып тұр. Демек, біз 100%-ті тауып алуымыз керек. Барлық бетті тауымыз керек. Ол үшін біз мына формуланы қолданамыз. Берілген сан көбейтеміз 100-ге, бөлеміз мына жердегі процентке. Ол 15%, я? Енді 12-ні 100-ге көбейтіп, біз 15-ке бөлетін болсақ, ол бізде 80-ге тең болады. Бізде кітапта барлығы 80 бет бар екен. Енді келесі қарай амалдарды орындау қажет. Бірден мен мына жерде былай жасайын. 4,3-тен 1-ді жай бөлшекке айналдырып жазып кетейін. Ол дегеніміз 13 бөлінген 3 бөлу 6-дан 5. Мына 0,100-ден 25-ді жай бөлшекке айналдырсам, ол 4-тен 1-ге тең болады. Бөлшекті сызамыз. 12-ден 7 азайту 15-тен 2 бөлу 0,9 дегеніміз ол 9 бөлінген 10-ға тең. Азайту 3,6 дегеніміз 36 бөлінген 10-ға тең. Көбейту бар мына жерде. 7, 12-ден 7 қосу 9-дан 1. 8-ден 5 азайту 3-ден 1. Көбейту 1,7 дегеніміз 12 бөлу 7-ге тең екен. Тең. Ортақ бөлімге берген барлығында 3-ден берем, мұнда 2-ден берем. Мына жерде 12 мен 15-ке 60 болады. Мұнда 5-ден берем, мұнда 60-дан берсем 4-ден берем. 12 мен 9-дікі 36 болады. Мұнда 3-ден берем, мұнда 4-ден берем. 8 мен 3-дікі ол 24 болады. Мұнда 3, мұнда 8-ден берем. Енді осылай жазып алайын. 13 бөлінген 3 бөлу жақша ішінде 5-ті 2-ге көбейтсем 10, оған қосамын 3-ті бөлімінде 12 болады. Жақшаны жабамыз, бөлшекті сызамыз.
7-ге 5 көбейтсем 35, азайту 8 бөлімінде 60 болады. Жақшаны жауып қояйын. Бөлу 9 бөлінген 10. Азайтамыз 36 бөлу 10. Осыны мен 2-ге қысқартып жіберейін, сол кезде 18 бөлінген 5 көбейту. Жақша ішінде 21-ге қосамыз 4-ті, ал ортақ бөлімі бұның 36-ға тең болады. Жақшаны жауып қояйын. Бөлшекті сызамыз. 5-ті 3-ке көбейтсек 15, одан азайтамыз 8-ті. Бөлімінде 24 болады. Көбейту 12 бөлінген 7 тең. Әрі қарай. Мына жерде бізде 13 шығады, ал бөлімінде 12 шығып тұр. Бізде көбейту болған кезде, бөлу болған кезде, оны көбейтуге айналдырғанда бөлшекте алымы мен бөлімі орын ауысады. 13 бөлінген 3-тің өзі жазылады бірінші бөлшек, одан кейін көбейту 12 бөлу 13. Бөлшекті сызамыз. Мұнда 35-тен 8-ті азайтатын болсам, 27 шығады. Оның өзін жазып қояйын бірінші. 27 бөлінген 60. Көбейту 10 бөлімінде 9 болады. Азайту 18 бөлінген 5 жазылады өзі. Көбейту. Мұнда 21-ге 4-ті қоссам 25 болады. Ал бөлімінде 36 болады. Бөлшекті сызайық. 15-тен 8-ті азайтылатын болсам 7 бөлінген 24. Көбейту 12 бөлінген 7. Енді осы жерде қысқаратындардың бәрін қысқарып тастайық. Онда 4 шықты. Бөлімінде 2-тен 1 шығады. Азайту. Мұнда 5 бөлінген 2 бөлімінде 2-тен 1 шықты. 4-ті 2-тен 1-ге бөлген кезде 4 бөлу 2-тен 1, азайту 2-тен 5 бөлу 2-тен 1. Тең болады. 4 көбейту 2, мұнда 2-тен 5 көбейту 2. 2 мен 2 қысқарады. 8 азайту 5. Есептің жауабы 3-ге тең болады.